Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біз бүгін сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ата-бабаның асыл арманы деп аталады. Бүгінгі сабағымызда жүзеге асатын мақсат қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Бүгінгі сабағымызда біз меңгереміз стиль түрлерін айыра білуді, жазба түрлерін орындай білуді, сұрақтарға жауап беруді, мәтіндермен жұмыс жасауды. Бұлардың бәрі біздің бүгінгі сабағымыздың мақсатына байланысты. Сабағымызды мына бір әдемі өлең жолдарымен, өлең шумақтарымен бастағанды жөн көрдім. Ата салтым, асыл мұрам, ардағым, бабалардың жалғастырар арманын, сан ғасырда қалпын бұзбас қадірім, өткенімді бүгін менен жалғадым. Қазағымның салт дәстүрі жаңғырған, тәлімді ой сынағы, тәрбие көзі қалдырған. Салт дәстүрді ардақтайық ағайын, қазақ атты үлкен кіші балдырған. Яғни біздің ата-бабамыз, асыл мұрамыз, салт дәстүріміз туралы айтылған өлең шумақтар екен. Сабағымыз бүгінгі мақсаты стильдерге байланысты. Сондықтан да қазақ тілінің стильдік тармақтарына көз жүгіртейік. Қазақ тілінің стильдік тармақтары екіге бөлінеді. Оның біріншісі ауызекі сөйлеу стилі, екіншісі кітаби тіл стилі. Ауызекі сөйлеу стилі дегеніміз не екен? Сөйлеу тілінің стильдік тармақтары болмайды, алдын ала дайындалуды қажет етпейді, қарым-қатынас негізінен ауызша түрде жүзеге асады. Кітаби тіл стильдері төртке бөлінеді: көркем әдебиет стилі, ресми стиль, іс-қағаздар стилі, ғылыми стиль, публицистикалық стиль. Енді осының әрқайсысына тоқталып кетейік. Көркем әдебиет стиль дегеніміз көркем әдеби шығармаларда қолданылады. Ресми стиль, іс-қағаздар стилі әртүрлі мекемелерде жүргізілетін іс-құжаттар, нұсқау хаттарда қолданылады. Ғылыми стиль, ғылыми зерттеу еңбектерінде, ғылыми баяндамалар, дәрістер, мақалаларда қолданылады. Публицистикалық стиль бұқаралық ақпарат құралдарында, жиын мәжілістерде қолданылады. Естеріңде болатын болса, біз былтыр 8-ші сыныпта оқыған кезде осының ішінен көркем әдебиет стильмен, ғылыми стильмен, публицистикалық стильмен көбірек кездескен болатынбыз. Енді біздің бүгінгі сабағымызға байланысты бізге мынадай сұрақтар беріліп тұр, соларға жауап береміз. Мәңгілік ел, мұрат деген ұғымдарды қалай түсінесің? Мәңгілік елдің мұраты не болуы мүмкін? Болжап айт. Мәңгілік ел болу үшін не болу керек? Кластерге жаз дейді. Алдымен мәңгілік елдің сипаттары дегеніміз оның тілі, рухы, бірлігі, санасы деп айтуға болады. Ал өзі мәңгілік елдің өзі әрине міндетті түрде бұл жерде тіл, мақсаты, дініміз және де ар намысымыз екен. Міне осылай мәңгілік елдің сипаттары мен мәңгілік елді ажыратып айта аламыз. Стильдердің бір түрі публицистикалық стиль. Осыған байланысты елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан сөзін оқып кетейін. Елбасы айтқандай, ер жүрек қаһарман қазақ халқының алға қойған ізгі мұраты ұлы дала төсінде өзі құрған мемлекетті мәңгілік ел жасау. Мәңгілік ел мұраты бағзыны бүгінге жалғайтын терең тамыр, бүгінді болашаққа бастайтын алтын арқау, ұлы аңсар. Нұрсұлтан Назарбаев бұны халыққа жолдаған еді. Келесі тапсырмамыз бізде сендерде 16-шы бетте берілген екінші тапсырма. Оқушыға мынадай тапсырма берілген. Ата-баба арманы және менің арманым. Ата-бабаның арманы не деп ойлайсыңдар? Және өзіңнің арманың не деп ойлайсың? Осыны ажырата білуіміз керек. Ата-бабаның арманы ел тәуелсіздігі, бейбіт заман, береке бірлік, еркіндік. Ал менің арманым, яғни сендердің армандарың оқушылар, елімнің тыныштығы,
отбасымның амандығы, арман еткен мамандық, ашық аспан. Әрине бұған әр оқушы өз ойынан қосатындары әлде де бар деп ойлаймын. Бұл тапсырмаға мынандай дескрипторлар беріледі. Тапсырманы түсінеді, ажыратып жазады, салыстырып түсіндіреді. Бүгінгі сабағымызға байланысты синектика әдісі берілген. Синектика әдісі дегеніміз не? Синектика әдісі қалай жүзеге асады? Синектика әдісі ой шақыру әдісіне ұқсас. Оқушылардың тақырыпқа қатысты көптеген идеялар жинақтап алуы. Мысалы, бүгінгі ата-бабаның асыл арманы деген тақырыпқа бірнеше жұмыс жасауға болады. Оның біріншісі ой қозғау. Яғни мынандай сөздер алуға болар еді. Туған жер, ата мекен, жұрт, мәңгілік ел, тәуелсіз ел, ел болашағы. Талқылау екінші жұмыс. Біз неге бұл сөздерді алдық? Әр сөзге тоқталып түсіндіру. Яғни әр оқушы осы сөздерді сөз тіркестерін неге алғандарын ашып түсіндіріп айтады екен. Әр білім алушы өз ойын айтып толықтыру. Мысалы, жаңа бір оқушы жауап беретін болса, екінші оқушы оған өз ойын айтып ары қарай жалғастырады. Мысалы, тапсырманың шарты бойынша талдау жасау, түрлі символдар, кластер, постер түрінде де ашып айтуға болар еді. Не ауызша айтуға болады, не жазбаша тақтада да көрсетуге болады. Бұл әдіс балалар бізде синектика әдісі деп аталады. Бүгінгі сабағымызға осы синектика әдісі өте сай келеді. 16-17 беттерде сендерде мәтін беріліп тұр. 5-ші тапсырма. Публицистикалық стильден алынған, яғни Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы 17 қаңтар 2014 жыл. Мен сендерге тек қана үзінді алып отырмын. Біз үшін ортақ тағдыр, біздің мәңгілік ел. Лайықты әрі ұлы Қазақстан. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы, бабаларымыздың арманы. Егеменді дамудың 22 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жасалды. Олар көктен түскен жоқ. Бұл құндылықтар уақыт сынынан өткен қазақстандық жол тәжірибесі. Біріншіден, бұл Қазақстанның тәуелсіздігі және астанасы. Екіншіден, бұл қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Үшіншіден, бұл зайырлы қоғам және жоғары руханият. Төртіншіден, бұл индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру. Жолдау кімдерге арналған? Мәңгілік ел болу неге біздің ортақ тағдырымыз? Жолдауда айтылған ата-бабаларымыздың арманы қандай? Екінші тапсырмада сен белгілеген армандармен үндесе ме? Өз жұмыс орындарыңызда отырып атсалысыңыздар дегенді қалай түсінесің? Бұл тапсырмаға мынандай дескрипторлар беріледі. Жолдауды түсінеді, сұрақтарға жауап береді. Бүгінгі біздің сабағымыз стильдерге арналған болатын. Бүгінгі сабағымызда біз публицистикалық стильмен және де басқа стиль түрлерімен таныстық. Тапсырмалар орындадық, сұрақтарға жауап бердік, жазба жұмыстарында орындадық, синектика әдісімен таныстық. Сондықтан да стильдерге арналған сабағымыздың біздің мақсатымызға жетті деп ойлаймын. Өте көп тапсырманы орындадыңдар. Сабағымыз мақсатына жетті деп ойлаймын. Сондықтан да келесі сабақта кездескенше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.